Мысалға сөз тағы да сұрақтар қойып отыр. Жаңа қолды көтеріп тұрып дұға тілеп тұрып тістақ қалуға қатысты. Қалай? Бетті сипамай қоя салу жерге, дұға тілеп жерге қоя салу. Не үшін дейді ол да, қоя салады дейді. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи қашан амалы айтады, қашан қолды көтерді, бетті сипады дейді. Дұрыс па? Қашан қолды көтерді, бетті сипады дейді. Оған ешқандай күмән жоқ. Пайғамбар бетті сипағанына ешқандай күмән жоқ. Енді олар не істейді? Өздерін, дәлелдерін ортаға әкелу үшін бірінші хадистерді жоққа шығарады. Бәрі заиф деп айтады. Бірақ олай емес, заиф емес та. Бәрі заиф емес. Дәлел бар. Енді бет сипау мәселесінде де, бет сипамау мәселесінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға қылды дейді. Қолды көтерген де жоқ, бетті де сипаған жоқ дейді. Оны біз де айтамыз. Қашан қол көтермесең, бетті сипамайсың. Пайғамбар жүректен көп дұға қылды. Мысалға жүректен дұға қылатын еді, мысалға қолды көтермейтін еді. Дұрыс па? Қолды көтермесең, бетті сипамайсың. Бірақ қашан қолды көтерсе, бетті сипау керек деп айтамыз да. Олар не қылды дейді? Пайғамбар кейбір хадистерде келеді. Пайғамбар қолды көтерген жоқ дейді. Бетін де сипаған жоқ дейді. Біз айтамыз, оны біз де қабылдаймыз дейміз да. Ол біздің фиқх кітаптарымызда келеді. Тахтауи алал марағи фалахта, Аллама Тахтауи айтады. Ол бәрімізге үмметке келіскен бір мәселе дейді. Кім қол көтермесе, бетті сипамасын дейді да. Қолды көтермесең, бетті сипамайсың. Бірақ көтерген кейін сипауың керек та, ол сүннет. Ол жаңағындай хадистерді бұрмалап өздеріне келтіргісі келеді да. Нақты хадистерді жоққа шығарып, өзіне мазхабына керек басқаша бұрмалап келеді да. Ол да дұрыс емес та. Дінді бұрмалау. Мұхаммед Тақи Усманидың сөзі бар ғой. Мұхаммед Тақи Усмани әкесінен бір сөз келтіреді да. Әкесі Мұхаммед Шафи Усмани хадис алып беріп жатқан кезде шәкірттеріне былай деп айтады да. Енді Пакистан, Индия ханафи мазхаб қой. Бұл Пакистанның бұрынғы бас муфтиі, муфти азам Пакистан Мұхаммед Шафи Усмани деген. Біз шәкірттеріне айтады, сіздер егер мазхабта ханафи болсаңыз, еш зияны жоқ, ханафи бола берің. Бірақ пайғамбардың хадистарын ханафи қылуға тырыспаң дейді. Яғни пайғамбардың хадисін ханафи қылмаң дейді. Ол сіз хадисті нәпсіңе бұрмалама дейді. Сен хадиске бағын дейді. Болды дейді. Бірақ өкінішке орай біз не істейміз? Хадисті өзімізге алғымыз келеді. Қалай да болса, егер біздің зиянымызға да болса, басқа хадистерді жоққа шығарамыз. Қазір дәл солай ваххабистердің амалында бар хадистерді қолданмайды, оларды жоққа шығарады. Ол дінге амалына қатысты емес, оны басқаша бұрмалап өзіне